Тамақ желініп, шай ішіліп болған соң, қай-қайдағы қысыр әңгіме айтып, дауылдап отырған жұрт бірден көтеріліп тарай бастады. Елдің ең соңында қалған Кеделбай ақсақал шығып бара жатып: «Ал шырағым Беделбай, әркімге әбер берсін. Құдайдың басқа салған осы шығар. Еделбай бейшара соғыста жасын болмағанда бәрі де басқаша болар еді ғой. Қалғанымыз аман болайық», деді. Үн-түнсіз тұрған Беделбай жұрт аяғы басылған соң сыртқа шығып, дарбазаның есігін жауып, ілгегін салды. Ішке кіргенде ас үйде ыдыс-аяқ жүріп жүрген Баршагүлден басқа ешкім қалмапты. Сәлден соң қайтадан шай демдеп әкелді. «Қайнаға», деді даусы бұзылып, «айыпқа бұйырмаңыз. Ініңіздің қаза болғаны туралы военкоматтан хат алған соң төркініме қайтып кетейін дегенмін. Бірақ ол жақта да мені күтіп отырған адам жоқ. Алда-жалда сіз мені некелеп алсын деп те ойлаған емеспін. Үлкен қайнаға осылай шешкен екен. Мен де дейін, Құдайдың басқа салғанына көнемін де», деп қыстығып жылап жіберді. «Қой шырағым, жылама, денсаулығыңды ойла, ешкімге ренжіме. Еделбайдың ошағын өшірмей, түтінін түтетіп отыра бер. Қолымнан келгенше жәрдем беремін», деді Беделбай. Біраз үнсіздіктен соң қабырғаға жақындап төсек салынды. Келіншек шамның жарығын басып сыртқа шығып кетті. Содан әзер дегенде қайтып кіріп, шешініп төсекке жатқан еркектің жанына келіп сызылып тұрып қалды. Осыны күткендей, Беделбай басын көтеріп, жаңа ғана өзімен некесі қиылған келінін құшағына алды. Болар іс болды. Бұл бейшараны жылатып сықтатпай, тезірек бетін ашып алу керек. Бұрын келінім еді, енді некелі алған қатыным. Құдай алғанда да, жұрт алдында арым таза деп ойлап үлгерді. Діріл қаққан әйелді Айшайға қаратпай шешіндірді де әрекетке көшті. Әп сәтте-ақ ентігіп қалыпты. Аздап демін алды. Байқаса, келіншектің де кеудесі бір көтеріліп, бір басылып жылап жатыр екен. «Жылама дедім ғой саған. Егер разылығың болмаса, таңертең ауылыңа апарып тастаймын». Беделбайдың даусы қатқылау естілді. «Жоқ», деп іле жауап кетті әйел. «Мен ризамын сізге. Сізді құрметтеймін. Сіздің басыбайлы әйеліңіз боламын. Тек сіз менен қол үзіп кетпейсіз бе? Қанша дегенмен бала шағаларыңыз, Камила абысын бар. Оны көреміз әлі». Беделбай екі-үшті жауап қатты. Айтса айтқандай, келінін некелеп алу туралы әңгіме көтерілгеннен бастап, үйдегі Камила өнер ашқан, жоқ жерден жанжал шығарып, қиғылық салған, төркініме кетемін деп секірген. Ақыры Кеделбай аға 4-5 қарияны ертіп келген, оны жөнге шақырған соң келісім берген. Тағы да кім білсін, Беделбайдың одан әрі бірдеңені ойлауға шамасы жетпейді. Кеудесі тікірейген, денесі жұмыр, құлын мүшесінің бәрі орында жас келіншек оны өзіне тарта түсті. Аттың басын қоя берді. Жастықтың соңы кәріліктің басы дегендей бұл жолы ұзаққа шапты. Өзі байқамайды екен, әжептеуір қуаты бар екен. Түн жарымы ауғанда олар су жылытып жуынып шайынып алды да төсекке қайта жатты. Беделбайдың сілесі қатып қалған екен. Ертеңіне ұзын сәскеде бірақ оянды. Баршагүл үйдің ішін қайта жинастырып, есік алдына су сеуіп, сыпырып, айнадай етіп қойыпты. Ақсамауырын бұру бұрқырап қайнап тұр. Екеуі отырып шай ішті. Әркім өз ойымен отырды. Айтарын да еш нәрсесі жоқ қалмағандай. Бәрі түсінікті еді. Беделбайдың енді 2 үйі, 2 қатыны бар. Қаласа анда, қаласа мұнда болады. Соған лайықты тәшіпші да еселенеді. 2 отбасының ішіп жемін, керек жарағын туралап тұру керек. Әсіресе 2 әйелдің, 2 жақтағы балалардың жағдайын жасау керек. Я, Құдай берсе, бұл жақта да балалар болады. Беделбайдың ойы біраз жерге дейін барды. Сұйықтап жатқан соң, жұмысқа да шықпай қалдым. Мен кетіп қалсам, шайды кім құйып береді деп ойладым. Баршагүл өзін кінәлаған адамдай санап, жайлеп тіл қатты. 3 күнге дейін жұмысқа шықпайсың, заң сондай, деді Беделбай. Баршагүл үнсіз қалды. Азанғы шайды ішіп болған соң, Беделбай сыртқа шығып, үйдің айналасын ретке келтірді. Қыстан қалған көп жылдан бергі жиылып қалған қоқысты да отқа жағып, күлін егін жаққа шашты. Түскі тамақтан соң да қора қопсыны жөндеп, отын жарып, су суарып,
едәуір еңбектенді. Қанша дегенмен еркектің аты еркек, көп нәрсе орнына келді. Мына қызықты қара, Беделбай өмірінде бірінші рет болса керек, кештің батуын асыға күтті. Түндегі көрген қызықты тағы да көргісі келді. Бәрін көз алдынан өткізді. Әкесі Өтелбай 4 қатын алған адам еді. Алғашқы екеуі аурудан қайтыс болыпты. Олардан бір бала бір қыз қалған. Ағасы Кеделбай мұнымен іргелес тұрады. Ал ұлды қызды егіз перзенті бар. Кенжесінен басқасының бәрі үйленген. Үлкен әпкесі Күнзия тау жаққа үйленген. 10 балалы ардақты ана. 3-ші әйелін әкесі неге екенін белгісіз төркініне апарып тастапты. Одан бір қыз туған екен, сол жақта жүріп үйлі баранды болды. Алғашқы баласын үйлендірер кезде ауылға келіп, мұндағы бауырларымен табысып тойына шақырған. Содан бер барыс келіс үзілген емес. Өз шешесінен Беделбайдың артынан Еделбай мен Жеделбай деген балалар ерді. Еделбай соғыстан оралмады. Жеделбай Құдайдың бір боз қойы. Құдай қолдап алған әйелі пысық болып шыққаны, әйтпесе бала шағасы 5 теріп кететін екен. 1 жыл соғысып жарақат алып, Беделбай ерге оралды да, Еделбайдың ақыры мынау болды. Ол сүр бойдақ болып жүріп, соғыс басталардың алдында 2 ай бұрын ғана үйленген еді. Мұндай боларын кім білген, әйтпесе уақытылы үйленер ме еді. Соғыс бітіп, әскерге кетіп аман қалғандар елге оралған соң, хабарсыз кеткендердің ағайын туғандары оларға іздеу салуға кіріскен. Бұлар да сөйтті. Жасы ұлғайып егде тартқан Кеделбай ағасы әскери комиссариаттың есігін тоздырып жүріп, інісінің соғыста қайтыс болғаны туралы министрдің қолы қойылып, мөрі басылған қағазды алды. Ағайын туған, бауырын жоқтап, біраз жылап сықтады. Қошқар сойып, Құдайы берді. Сөйтіп жүргенде ауылда пайда болған бір ақсақал Еделбайдың жесірі Баршагүлді айналшықтап жүріп алды. Сонда байқаған Беделбай әлгіні қызыл ала қан қылып ұрып тастаған. Бірақ әлгі де өлімтік екен. Кетер болмады. Содан Кеделбай Беделбайды шақырып алып, Баршагүлді некелеп алуды талап етті. Сыртта қараңғы қоюланды. Ақыры кешкі астың дастарханы жиналып, кешегідей төсек салынды. Бірақ неге екені белгісіз, сыртқа шығып кеткен Баршагүл жақын арада ішке кіре қоймады. Оны тағатсыз күтіп жатқан Беделбай шыдамай орнынан тұрып, есік алдында бүрісіп отырған жерінен оны үйге жетектеп алып кірді. Әйел қарсыласқан жоқ. Тіпті төсекке жатқан соң Беделбайды құшақтай алды. Күні бойы тер сіңген іш киіміне тұмсығын тығып біраз жатты. Одан әрі өз көйлегін өзі жоғары сыпыра бастады. Байға тиіп еркектің күшін сезініп үлгермеген байғұс келіншек осы 4-5 жылдың ішінде жабайланып қалған екен. Кешегі күннен соң әйелді құштарлық оянып, енді міне не істеп, не қойғанына есеп берер емес. Түні бойы ойда жоқта қолы жеткен еркектің салмағын сезініп, есесі кеткен жылдардың қызығын қайталап алмаққа жанталасты. Ят аят дегенді ысырып тастап, шыбын жаны шырқырап ыңқылға басты. Қанша уақыт екені белгісіз, есінен адасқандай болған келіншек өзіне өзі келді. Істеген қылығына өлердей өкінді. Бірақ, бұл сонша не істеп қойды. Жан тәнімен берілі ойнап күлгені өзінің некелі ер емес пе? Құдай да мұның мүсіркегені шығар. Артық кетсе кешірер. Ерлі зайыпты екеуі құштарланып, құшақтарын айырып, бір мезет жатып демдерін алды. Қайнаға деді бір уақытта Баршагүл. Сіз маған ұрысып жатқан жоқсыз ба? Ұятсыз екен демейсіз бе? Я, ұрысып жатырмын. Сенің мені қайнаға дегеніңе? Жоқ, әлде біздің ерлі зайыпты екеніміз бекер ме? Егер бекер болмаса, бұдан бұлай мені өзімнің атыммен атай алмасаң, отағасы немесе қожайын дегенің дұрыс шығар. Мұны естіген Баршагүлдің жүрегі орнына түсті. Осыдан апта өткен соң Беделбай өз үйіне келді. Балалары қуанып жүріп, келіп амандасты. Әсіресе кішкене сары қызы мойнынан құшақтап, қатты да қалды. Беделбайдың жүрегі елжіреді. Тек Камила ғана сазарып-базарып келдің кеттің демеді.
таза киім бер, моншаға барып келейін деген мұң екен. Айқайды салып үйді басына көтерді. Айтпаған сөз қалмады. Осыдан қоймай ескі шкафтан, кіреберістегі ілгіштен мұның бар киімін үйдің ортасына үйді де, келген жағыңнан қайтпа деп бір-ақ кесті. Беделбайдың ашуы тас төбесінен шықты. Қонышынан қамшысын суырып алып, қатынының арқасын жон-жоса қаңғылды. Кетсем кетем, бірақ сен мені қудым деп ойламай-ақ қой. Қалғым келсе қалар едім, бірақ сендей бетпақтың маған керегі жоқ, деп Беделбай айтарын айтты да киімдерін жинап, қанар қапқа салып, үйден шыға жөнелді. Шамамен 2 айдай уақыт өтті. Сырт қарағанда ауылда мүлгіген тыныштық орнады. Бірақ шындығында гүл деген өсек аяң жүріп жатты. Бұлайғы жұрт екі үйдегі тірі жанның басқан ізін аңдып, артық басты әңгімені оттай гулетті. Ақыры олар да шаршаған болар, сумаңдаған сөз басылуға айналды. Беделбай мен Баршагүл құдды Төлеген мен Қыз Жібектей тұрып жатты. Қосылғандарына 1-2 ай өтер-өтпестен Баршагүлдің құрсақ көтергені белгілі болды. Баланың иісінен зар болған келіншек жүрегі жарыла қуанды. Сондай күннің бірінде кешке таман әдетіне басып, қақырынып түкірініп, Кеделбай ақсақал үйге кіріп келді. Табалдырықтың жанына кебісін шешіп тастап, үйге жүншекпенін ілгішке іліп төрге озды. Баршагүл күліп, сәлемін салып, жүгіріп жүріп, самауыр қайнатып, шәй пая келді. Ағайынды екеуінің алдына сармай шылап, бір леген нан салма қойды. Тамаққа тойып алған Кеделбай ақсақал әңгімесін бастады. Әй, Беделбай, сен не білесің? Әлгі Камила келіп, біздің кемпірге мұңын шағыпты. Сені 2-ші қатын алғалы, үйге аяқ басуды қойды депті. Үйде басқаны қойған кәдімгі көжеге қатар қатықта жоқ депті. Жаны шықсын. Соны айтқан албасының, мен кеткенде үйде бір тағара тоңмай, 2 қап ұн, 1 қап жарма болатын. Өзіңіз білесіз, колхоздан қаптап картошка, пияз, капустаға дейін алып қойғанбыз. Аштан өлетін жағдай жоқ. Содан кейін ғой, бетіне семіріп, мен үйден қуып шыққаны. Беделбай біраз үнсіз қалып, сөзін қайта жалғады. Әмеңгерлік қылып мына келінді аламын деген ойымда жоқ еді. Бәрін өзіңіз шығардыңыз. Маған не дейсіз енді? Сен не деп отырсың өзің? Сонда ініңнің жесірін көлденен Көгаттыға беріп жібере бер демекпісің? О, жетесіз. Осыны білсе марқұм әкеміз көрінде жатып өкірмей ме? Оның үстіне ағайын жекжат не дейді? Намысын қайда? Сіз айтып отырған ағайын жекжатың бүгінде өсектен аузы босамайды. Жә, оны қоя бер. Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды. Әйтеуір аман болсын. Сен сөзді доғарып, үлкен келіннен, сондағы балалардан қол үзбе. Еркек емессің бе? Ұрғашының бір шәңкілдегеніне бола, көтіңді қағып кете бересің. Ақымақ болма. Одан да оларға еркектігіңді мықтап бір көрсетсең, аузын жабады. Осыны айтып, көнекөз қария орнынан тұрды. Беделбай 2-3 күннен кейін атының басын тағы да өз үйіне бұрды. Ол ақыры осылай боларын да білген. Бірақ қай күн екенін шешпеген еді. Қыздай алған қатынын 3 бала 1 қызын өз қолымен тұрғызған отын қайта тастап кетсін. Соңғы күндері өзі де олқылы толқылы болып жүрген. Енді міне көкесінің сөзі қамшы болып, жорға атын сипап, қамшылап келе жатыр. Жолай дүкенге бұрылып, қоржыннан 2 бас қант, кәмпит, шәй, пішіни бәрін алып толтырды. Күн ясына батар сәтте ат тұяғын дүрсілдетіп үйіне тақалғанда, баяғы әдетімен Камила алдынан шығып, шалбарына жармасты. Бұл оның сонау қыз кезінен қалыптасқан әдет еді. Шылбырды апарып дертеге байлады. Содан кейін ақ Беделбай жағдайының дұрыс болатынын бірден түсінді. Артық аспай әңгіме болған жоқ. Беделбайдың да іші жылып, үй жайының, бала шағасының жағдайын жасап, 10-15 күн өткен соң Баршагүлдің үйіне қарай өтті. Мына қырсықты қара. Баршагүлмен тұрған 2 айдың ішінде ол әбден мұны бауыр басып қалған екен.
сыңсылап жылап қарсы алды. Кеш батып төсекке жатқан соң одан бетер болды. Мен сізді енді ешқайда жібермеймін. Ал егер кетер болсаңыз, асыл өлем деп қиғылық салды. Тура есінен адасқан сияқты. Айтсаң түсінбейді. Мауқы басылсын деп біраз аймалап кеудесіне басып естен танатындай етті. Маңдайы тершіп, денесі езіліп, анау айтқандай алқынып қалды. Ой жаным-ай, рахат-най деп әлек-шәлегі шықты. Ақыры олар әдеттегідей жылы суға жуынып алып, терең ұйқыға шомды. 2 аптадан соң Беделбай үлкен үйге қайта жиналды. Дәл осы арада тағы да айқай шу шықты. Екі көзі бұлаудай болып жылап, мен сізді ешқайда жібермеймін деп өзеурей түсті Баршагүл. Сіз кетсеңіз түн баласына ұйықтай алмай шығамын. Тек күндіз ғана көз шырымын аламын. Осылай деген оның қос жанарынан жасы тыйылмады. Оған не дерсің енді? Амалының жоғынан үлкен үйге анда-санда, онда да бір түнге ғана баруға мәжбүр болды. Басқа уақытында тек күндіз ғана барып, үйдің тірлігін тындырып келеді. Бұған Кәлиманың жаны қалай шықпасын. Құрсағындағы баласын туып алғанша шыдай тұрайық деп оны әзер көндірді. Уақыт сағаты жетіп, Баршагүл ұл босанды. Атын Кеделбай ақсақалға қойдырды. Азан шақырып, нәрестенің атын Жұрынтай қойды. Неге олай қойдыңыз деп сұраған адам болған жоқ. Ар шауып, бер шауып, екі үйдің арасын жол қылған Беделбай әсіресе екі қатынның ебін табамын деп өлердей болды. Кейтіндері екі қолын төбесіне қойып, басауған жағына кетіп қалғысы келді. Ақыры ойлап бір шешім шығарды. Үлкен үйдің арқа тұсынан 6 бөлмелі үй салып, Баршагүлді де көшіріп алды. Ұзын сапты дырау қамшы өріп алып, қатындардың жон арқасын осып алатынды шығарды. Біреуі бір сөз айтса, немесе бір нәрсені бүлдіріп қойса, екеуін бірдей жазалайды. Не керек? Жаны кірді де қалды Беделбайдың. Енді екеуінің де мұны өбектеп тұрғаны. Жұрынтайдан соң жыл аралатып ұлды-қызды 3 перзент туып алды Баршагүл. Бұл күндері салиқалы, сарқыраған қатын болды.